Мына сет бүгіндікке менің әбден жыныма тиді ғой. Қатып қалып қайта-қайта. Бір сабағымды 4-ке бөлінді ма бүгін есет. Біз енді дайындап алған материалдарымызбен осы материалдарды дайындап алдық жаңа. Алдыңғы эфирде енді осымен тігуге кірісетін боламыз. Көзімізді мына сызықтарды осы көзімізді түзу орнату үшін сызып алдық. Мынау көзіміз болып келеді, құрақтың көзі. 4 бұрышы осылай сызықтың 4 бұрышында тұрады. Дәп-дәл су кезінде біздің құрағымыз түзеу шығатын болады. Тігетін кезде біз менің лапкам өте жіңішке. Қарасаңыздар, өте жіңішке, мен осы лапканың бойымен алатын болам. Енді көбіңізде бытовой машинка, оның лапкасы қалыңдау болады. Сол себепті сіздер мына көзіңізді, тігетін лентаңызды кішкене қалыңдау қылып алсаңыз болады. Және не болмаса лапкамен ориентир жасап солай тіксеңіз болады. Не обязательно шетімен емес, бірақ шетімен тіксеңіз сіздің құрағыңыз идеально түп-түзу шығатын болады. Енді біз көзіміз қозғалып кетпес үшін осылай бір жағын тігіп бекітіп аламыз көзімізді. Енді кезек лентаға келді, велюрларға келді. Велюрдің екі жағы бар. Бір жағыны былай сипалап көрсек, шамалы кішірейтейін. Былай сипалап көрсек, уже бізде гладкий болып тұр да. Былай керісінше сипаласа, уже міне басқаша цвет болып кетіп жатыр, байқадыңыздар ма? Бұл уже бізде түгі көтеріліп тұр. Былай істегенде жатып тұр. Именно жататын бағытты аламыз біз. Осы жататын, міне былай істегенде жатыр ғой менің велюрым. Жататын бағытпен тігетін боламыз. Былайынан қолымызбен былай жасап көреміз. Міне велюрдің түгі жатыр. Енді осыны бетпе-бет біздің көзімізге қоямыз. Көзімізге қойып, дәл жаңағы бойынша лапканың жиегімен ориентир ұстап, сонымен бірге алатын боламыз. Тігеміз. Қиып отырамыз. Каждый бетпе-бет қойылған сайын, жеткен сайын қиып отыратын боламыз. Көзбен велюрдің бетпе-бет жату керек бізде. Көзбен велюр міне бетпе-бет жатыр. Енді лапканың жиегімен тігіп шығамыз. Дәл солайынан түгі былай қарап тұрады. Барлық құрақтың түгі төмен қараса, онда сіздің құрағыңыз дұрыс шығады. Кейбіреуінің түгі былай қарап қалса, мына жерден ақ көрсетейін. Былай қарасаң түсіп тұр. Мінекей. Қараңыздаршы, екеуі екі түрлі цвет болып кетті, иә? Біреуінің түгі былай жатыр, біреуінің түгі былай жатыр. Сол себепті екі түрлі цвет болмас үшін түгі барлығының бір бағытқа қарап отырады. Бірыңғай түгін осылай қолдарыңызбен ұстап отырасыздар, айырып отырасыздар, түгін жатқан, жатпаған. Жатыр бізде, нормально уже жатқаны. Солайша біз екінші қатарымызды тіге береміз. Лапканың жиегімен ориентир ұстаймыз. Мінекей ашамыз, дәл солайынан қайталап тіге береміз. Ал. Қазір. Лапкамен алғанда біздің көзіміз ровно квадрат шығу керек. Көзіміз сопақша болып кетпеу керек, төрт-бұрыш болып, трапеция сияқты болып кетпеу керек. Біздің құрағымыз идеально шығу үшін ортамыз біздің ровно бірдей квадрат шығу керек. Мінекей бізде ровно квадрат шықты. Енді біз бұрышты саламыз. Енді осы бұрыш салу кішкене күрделі болады. Көп құрақтардың ішінде бұрыш салу күрделі. Барлығының түгі былай сағат бойынша бір бағытта жатыр. Енді мінекей бұрышымызды аламыз. Бұрыш дұрыс шығу үшін дәл ортасына қоямыз да. Мына шетінен бірде кішкене бір 3 мм жоқ дегенде 3 мм-ден қалу керек. Көбіне жарты сантиметр қалдырып отырам, 5 мм-ден. Сол кезінде біздің бұрышымыз жақсы шығады. Барлық бұрышты бір-бірде квадрат қылып кесеміз. Оны осылай 3 бұрыш қылып кесіп аламыз. Жаңа бірінші неде айтылды эфирде.
Енді қойған кезде осылай бұрышымызда мына шетінде және мына шетінде бірдей расстояние қалу керек. Сол кезінде біздің бұрышымыз жақсы шығатын болады. Біз білеміз. Ашып қараған кезде біздің бұрышымыз мына аяқтағы бұрышты жабу керек қой. Міне, дәп-дәл жауып тұр. Енді дәл солай келесі жағын. Келесі жағынан да барлық бұрышты салғанда осылай тұрады. Мына жағынан да бірдей орынға алып отырады. Содан қателеспесеңіздер, бұрыштарыңыз жақсы шығады. Енді бұны қалай өлшейміз дегенде, бұны өлшеп былай сызып отырмайсыздар. Көзбен өлшейсіздер, где-то осылай. Міне, бұл да біздің бұрышымызды жапты. Дәл солайынан бүкіл бұрышты солай салып шығамыз. Каждый раз айта бермей қояйын. Өйткені біз бүгін 4 түрлі құрақ тігуіміз керек. Бұл қазір енді көрінбейді. Келесі бұрышымыздың түзеу шыққаны, келесі велюрдан лентаны тіккен кезінде жақсы көрінетін болады. Ашқан кезінде мен бұрышым кішкентайлау болып тұр. 4,5 см қалғасын. 5 см алған кезінде мына жерге дейін түсіруге болады төменірек. Мынау да жарай береді негізі жалпы. Мына жерге дейін түсірсек те жарайды. Ол әдемірек болады. Сондықтан 5 см қылып алыңыздар. Дәл жаңағындай велюрымыздың түгі төмен, жаңағындай бетпе-бет қойылады. Именно біз енді бұл жерде көздеріміз кішкене шығып тұрады, мынадай болып. Ой, көз деппін ғой, бұрыштарымыз. Оған мән бермейміз. Біз астындағы велюр матамызбен, бағана велюр лента тіктік қой, сонымен ориентир ұстап отырамыз. Түгін төмен қаратып, тігіп шығамыз бәрін. Дәл солай. 12 см шығару үшін бізде 3 жолдан тұрған жарау керек. Қазір өлшеп қараймыз. 3 жол тігіп алғаннан кейін. Сіздерде құрақ құрағанда осындай шепчик деген кішкентай ғана қайшы, өзі шепчик деп аталады. Сондай алсаңыздар, ленталарды кесіп отыруға өте ыңғайлы. Мінекей біздің бұрышымыз бірдей болып шығып жатыр. Мына жерде де дәл солай. Астындағы немен ориентир ұстаймыз. Мына жағы кішкене бізде былай жатып кетті. Оған ориентир ұстамаймыз. Көзбен қарап отырамыз, где-то осылай дұрыс болады бізге деп. Мінекей. Енді 4 бұрышымызды да көреміз. 4 бұрышымыз біздің шықты. Мына жерде побольше бұрыш болу үшін 5 см немесе 5,5 қылып та ала беруге болады. Осы жерге төменірек түсіреміз. 5 см болса, мына жерге дейін. Мына жерден бастап орнатамыз бұрышты. Сол көзінде әдемірек болады. Сіздер ол үшін жаңағы мына шетінен, бұрыштың шетінен қалдырып отыратын миллиметрларымызды, мына шеттен қалдырып отыратын миллиметрларымызды где-то 3 миллиметр қылып қалдырсақ, онда төменірек болады. Например, менің бұрышым үлкендеу болғанда мен төменірек орнататын едім. Мына жерден ол кезінде менен үлкенірек болғанда шығып тұратын еді, осылай қойсам да. Енді менде қазір кішкентай болғасын, осылай жасаймыз. Мына жағынан где-то 3-5 миллиметр, мына жағынан да дәл солай. Не, кішкене жетпей тұр. Қате тігіп жүрдім. Не. Артық ештеңе жазбаймыз, тек қана қатып қалған уақытта ғана жазамыз. Мен комментарий жаба салайын. Запроста жіберіп жатыр, қанша айтып жатсам да түсінбей жатырсыздар, запрос жібермеңіздер деп. Мен сіздерді қабылдап әңгіме етіп отпаймын ғой, бұл деген мастер-класс қой бізде. Дәл солайынан шетінен қалдырып отырамыз.
если сіздер қалдырмай осылай напритық қылып тіксеңіздер, ашқан кезінде бұрышыңызды жаппай қалады. Велюр жалпақ болса, олында істеуге болады, енді жалпақ велюр болса. Бұрыш салу енді өте күрделі нәрсе. Тіккен кезінде мына велюріміз кішкене жылжып отырады да, біздің мына жері ештеме етпейді. Қазір оны келесі велюрмен жауып жібереміз. Истерика көтермей қояйық, ондай нәрселерді болайық. Мінекей, біз енді үшінші жолды тігеміз. 1, 2, енді үшінші жолды тігеміз. Сонымен біздің 12 сантиметрден үлкен болып кетейін деп тұрған сияқты. Қазір қараймыз. Лентам кішкене жалпақтау болды, өйткені мен мұндайға мен майда осындай мозайкаге лентаны 2,5 сантиметр алып қиятын едім. Қазір өлшеп қараймыз. Как всегда, лапканың жегімен бірдей қылып алып отырамыз тігісті. Көрініп тұрған шығар сіздерге? Бұрыш салған негізі әдемі нәрсе ол өзі ше. Бірақ салу техникасы кішкене күрделі болады. Мен сіздерге бұрыш салуды үйреттім, е? Біз сіздер енді бұлай простой құрақты спокойно тіге аласыздар. Бұрыш салмай идеалдап шығаруға болады. Мінекей, біздің где-то 12 сантиметріміз дайын болып қалды. Енді жан-жағын жауып шығамыз. Менде мынау 15 сантиметр квадрат шығуға арналған бөзет, мен оны қимадым. Негізі сіздерде 14-те 14 болса, ол жақсы, ондай көп, мынандай жалбырап жегінен қала қоймайды. Осылай жауып шығамыз соңын. Енді артық жерлерін біз қиып тастаймыз. Жан-жағын алғанда, как будто бір шашы өсіп кеткен шаштарын алып тастаған сияқты болып қалады құрағымыз. Зато әдемі болып шығады. Міне біз мына жерде өлшейтін нем бар. Былай да сызғышпен де өлшей берейін. 12 сантиметр болғанын қараймыз. Міне қарасаңыздар, дәл 12 сантиметр шықты. Былай қараймыз. Былай кішкене үлкендеу болып қапты бір жағы. Былай кішкене үлкендеу болып қалған кезінде мен жасайтын амалым бір жағынан, қалыңдау жағынан тағы бір сырып өтем. Мінекей 12-де 12 біздің квадратымыз, бір квадратымыз дайын болды. Біздің бұндай дәл осындай узормен, дәл осындай бұрышпен бізге бір көрпеге үшеу керек болады. Ең бас жағындағыны бөліп саламыз. Екінші құрақ түріне кетеміз. Қанша уақыт болды екен бізде? Каждый жарты сағаттан бөліп тастамасам, неден жіберуге қиын болады. Мен 12 сантиметрден 14 сантиметрге бөліп алайын. Ағымдыққа жаңа қатты мықты көп болып кетті. Сіздер түсінбей қалып жүрсіздер, қатты көп болып кетсе де. Ақ бөзді 12 сантиметр қылып не істеп аламыз? Кесіп аламыз. 14-те 14, 12 сантиметр шығу үшін. Осылай жасағанда квадрат шығуға болады. Мен енді келесін сызбай өзімнің сызы уақыт алмай отыру үшін осылай мен қолмен үтіктеп алам. Қолмен үтіктеу деген бар ғой өзі тігінде. Дәл бұрышын өстіп тауып алам. Мінекей, дәл көзін, ортасын. Сызып, ручкамен сызғыш алып, каждый отырмайым. Енді біз
Versace құрағын көрсетейін. Екінші құрақ бізде Versace болу керек, қателеспесем. Мінекей, я Versace дейді. Бұл да ши құрақтың түрі ғой. Мен ол Versace'ге арнайы көз қиып отырған жоқпын. Осы бар көзден пайдаланатын, бар лентадан пайдаланатын болам. Ортасы бізде өзі бір кирпичный ма, ерекше цвет, енді цветін экран бермей тұр. Осыдан жасайтын болам көзін. Кішкене жалпақтау болды. Бұл да бізде квадрат болу керек. Ровно квадрат болу керек. Бір жағын жаңағы тіккеніміздей бір жағын тұрып аламыз, ұстатып аламыз. Екінші біз Versace'дің бір жағы, екінші цветі осындай ақшыл цвет болды. Осы екі цветтен тігем енді. Екінші цветімізді қоямыз. Бетпе-бет қоямыз. Бетпе-бет. Көзіміз біздің мынандай қоңырдан болса, жанындағы мата екі қатар біз осы цветтен өтеміз. Ашық бежевый цветтен өтеміз. Тігіп. Лентаны, конечно, артық қылып ала берем, осылай шеті шығып тұрады. Осылай Versace тігу шамалы бас керек, оған ойлану керек. Екі қатар жүреміз да, үшінші қатарды тікпей аттап кетіп, төртінші қатар тігеміз. Мынадан былай айналып шығу үшін қоңырдан бастаймыз енді. Мына қоңыры бізде дайын тұр, кесіліп. Міне. Үшінші жағын тікпей, сразу төртке аттап кетеміз. Екі жол жүреміз, резко төртке аттап кетеміз. Төртке аттап кеттік, ашамыз. Мына уже бізде басталып жатыр, былай бұрылып шығады ғой, Versace узор өзі былайынан шығады ғой. Енді қайтадан жаңағы екі қатар жүрген жерімізге келеміз де, мына блокты жабамыз. Құрақтың төрт жағы бар ғой, соның төртінші жағын жабамыз. Аттап кеткен жерімізді жабамыз осылай. Мен мына жерден жіпті қиып отпайым, бес конца тігіп өте салам сразу. Енді жаңағы аттап кеткен блогымызға келіп, соны жалғастыратын боламыз. Тағы да екі қатар осы қоңырдан жүреміз енді. Темный қоңырдан жүреміз де. Екі қатар жүріп, үшінші қатарында уже аттап кетіп, сосын қайтадан үшке ораламыз. Түсінікті болып жатыр ма? Лайк басып қояқ, түсінікті болып жатса. Екі қатар жүреміз, жүрдік, бір, екі жүрдік. Мына қатарды аттап кетеміз. Резко төртінші қатарға кетеміз. Төртінші қатар уже біз мына цветтен жалғастырамыз. Кішкене басты ойланып отырып жасалатын құрақтың түрі бұл. И қайтадан обратно қайтамыз мына шетке. Үшінші блогымызға. Былай менің осын тігіп атқан нем бар, видеом бар, өзімнің главный парақшамда, содан қарап, тіккендер өте көп екен, маған дайректке жіберіп атады. Тіккендерін сіздің неңізден қарап тігіп атырмыз деп. Кішкене баста қозғасақ, үйреніп алуға болады. Енді мына жерде жаңа жауып тастадық қой. Ол жерден уже аттап кетеміз. Төртінші блокты біз жауып тастағанбыз. Қайтадан біріншіге барамыз. Мына уже бізде соңғы қатар. Енді мына жерден бастап қайтадан бірінші жүреді. Қайтадан біріншіміз біздің сондай мына цветтің жалғасынан болады. Бір. Екі. Резко үштен өтіп кетеміз. Төртке келеміз.
4-ші блок жаптық. Қайтадан қазір 3-ке қайтамыз. 3-ке қайтадан келдік. Мынаның жалғасын жабамыз. Қарап отырсаңыздар, жаңа менің ағым астындағы ақ матам үлкен болып кетті ғой, себебі ол үлкен размер болды, 17 сантиметр ма болды, ол 15 сантиметрге арналған ақ болатын еді, ақшыт. Енді қарап отырсаңыздар, көп қалмады, 2 сантиметрге үлкейтіп алғаннан көп қалмады. Ал сіздер 2 сантиметрге үлкейтпей, сондай 12-де 12 қылып алсаңыз, сізден желініп қалады ақ тіккен сайын. Енді біз Versace құрағымызды құрап болдық, әдемі шықты деп ойлаймын. Енді жиегін жауып шығамыз. Жауып, артық жерлерін кесіп шығамыз. Лентадан да кесе берем, себебі менің лентам жалпақтау болды. Мінекей. Өлшеп қараймыз. 12-де 12 бізде уже шығып тұр. Мінекей. Осымен 2-ші блогымыз дайын. 2-ші құрақ түріміз. 3-ші құрақ түріміз құдық деген, колодец деген құрақтың түрін көрсететін болам. Бұны да жаңағындай ақ матасына қиып алған дұрыс болатын шығар. Артық жерін. Түсінікті болып жатыр ма жалпы? Үшінші құрақ. Мына жерге екпелейін. Міне 3 деген цифрмен белгілеп қойғанмын. Ол жерде бізде ашық қоңыр цвет пайдаланған екенбіз. Соны пайдаланамыз. Көзіміз біздің осындай ашық қоңыр цвет болған. Или золото болса да болады, ана жерден қандай тұрғанын білмей тұрмын. Көзін дәл осылай пайдаланамын менде. Квадрат қылып кесіп алу керек. Мен кішкене ұзынша қылып ала берейін енді. Өзіме удобно қылып. Бір жағын тігіп аламыз. Бір жағын тігіп аламыз. Енді колодец. 2-ші бізде ақ цвет кеткен екен. Мен ақтың орнына осы бежевыйды пайдалана берем. Барлығын бірде бетпе-бет қоямыз. Бөліп отырып, түгін төмен қаратып, бәрін тігіп шығамыз. Мінекей. Жиегі айналдыра ақ. Содан кейін бізде қоңыр. Содан кейін мына бізде кирпичный цвет. Солай 3 қатар жүреміз. Бежевыйдан жүрем. Қайтадан қоңырдан жүрем. Содан кейін кирпичный, оранжевый сияқты. Оранжевый емес, не емес ол цвет. Қоңыр емес, бір необычный цвет. Көп жерлерде бола бермейді екен бұл цвет. Квадрат шығаруымыз керек. Бізде қазір сопақша болып тұр ғой көзіміз, содан квадрат шығаруымыз керек. Әлі де бізде кішкене сопақша болып тұр екен. Квадрат шығу керек негізінде заңында. Көзі кішкентай болып қалды, себебі мен көзін 1 сантиметрге үлкен болу керек дегенім сол. Көзді осылай тіккен кезінде кішкентай болып қалады, 4 жағынан тіккен кезде. Енді қоңырдан жүреміз. Колодец, құдық осылай тігіледі. Бұл ең самый оңай құрақ. Көбіңіз білетін де шығарсыздар уже. Самый оңай құрақ. Бұл андай разноцветный болғасын, как будто күрделі сияқты көрінеді.
На самом деле осындай оңай құрақ. Түгі төмен қарайды, бұның барлығының түгі төмен қарайды. Түгі ауысып кетпесін, түгі ауысып кетсе, бағанағында екі түрлі цвет береді. Бұл бір жағы светлый, бір жағы темный болып кетеді. Мен көзім үйреніп қалған, жаңағы лапканың бойымен алмаймын да көбіне. Кейде байқап қалатын кісілер бар. Сіз деген лапканың бойымен алып жатқан жоқсыз, бізде бола ма деп. Болады жалпы негізі, бірақ көзіңіз үйренсе, түзеу шығара алсаңыз, лапкаға қарамай түзеу шығара алсаңыз, онда сізде солай тігіп көріңіз. Міне, енді біз үшінші цветтен қосамыз. Үшінші цвет бізде осы цвет. Құрағымызды жабамыз осымен. Бәрін түгі төмен қарап тұр. Мен уже қолмен бір сипап жіберемін да, түгін айырып алам. Бізде кішкене темный болып кетіп тұр, ашпай қалып тұр, дымда қылмайды. Өзгерте бересіздер ғой цветін. Бір-біріне келетін ашық цветпен темный цветті араластыра отырып тігесіздер құрақ. Сонда бір-бірін ашады. Ал темный мен темный кетсе, міне мынандай сияқты бір-бірін ашпай қалады, көрінбей қалады әдемілік. Сосын тағы бір айта кететін, мына көзіміз біздің осы цветтердің ішінде бар цветтен болса, сол жақсы болады. Міне біздің үш қатарымыз жүрдік. Көзімен бірге 4 қатар болады. Көзін санамайым, мен көбіне осы 1, 2, 3 қатарды санаймын тек. 3 жол жүреміз. Осымен біздің колодеціміз де дайын. Жан-жағындағы құрақтар, енді мен мына жерде 4 түрлі құрағын көрсетіп жатырмын ғой. Қалғандарында мына жанындағы құрақтарда біреуіне көз салып, бір жақ бетіне, бір жақ бетіне көз салмай жасағандар, ой, көз дей бердім ғой. Міне, біріншінің қасында тұрған құрақ бір бетіне бұрыш салынған, бір бетіне салынбаған. Солай өзгертіп отырып істей бересіздер. Не обязательно дәл соны копировать ету. Сіздер осындай қылып, орнына колодец, жаңағы бұрыш салып, болмаса простой құрақпен жасай берулеріңізге болады. Менде мынау мықты кішкентай болып қалған сияқты. Бір жағы 12, бір жағы 12-ге сәл-пәл жетпей қалды, енді бұл дұрыс болмай қалды. Негізі бір-бірдей болып шығу керек. 12-де 12 квадрат шығу керек. Міне 3 құрағымыз дайын. 3 түрлі құрағымыз 1, 2, 3 түрлі құрағымыз дайын. Бәрі бір жолмен тігіледі, почти. Енді 4-ші аттап отырып тігетін құрағымыз ол біздің. 2 цвет қатар түспейді. Қазір көрсететін болам. Айта кеткендей, центрін қолмен өтіктеп тауып алам. Енді біз үшінші емес, 4-ші құрақтарын үйренеміз. Көзін осындай бежевый цветтен алайын. Бір жағын бекітіп алам. Енді бастаймыз. Осы екеуін араластырып тігем тағы да. Түгін төмен қараттым. Қимай тұрып тігіп алайын. Төрт бұрышының бірінші жағына кетті осы цвет. Екінші жағына мына жерге түспейді енді. Жаңа барлық құрақта осы шетіне түсіріп аттық қой. Енді аттап отырып тігеміз.
мынау бірінші мынау түседі, екінші мына бетіне түседі. Мына бетіне өтеміз де мына бетіне келеміз. Қайтадан осы напротив бір-біріне қойылады. Түгі төмен қарайды тоже. Қиып алмадым. Ашамыз. Енді бізде сопақ болып шықты. Ортамыз осыны төртбұрыш қыламыз қазір. Тік төртбұрыш емес, квадрат қыламыз. Аттап отырып, бір-біріне напротив қойып отырамыз цветтерді. Бірдей цветті бір-біріне напротив қарама қарсы қойып отырамыз. Дәл жаңағыдай. Мына жерден қиып тастауға да болады. Қимай тігіп өте кетемін. Жалбыратып қиып тастай бермеймін, жіпті тігіп өте кетеміз сразу. Тікпеуге де болады олай, сразу өте беруге де болады. Қиып жіберіп, бірақ тігіп өткенді жөн көріп отырмын. Солай қайталана береді бір-біріне. Лапканың жиегімен 12-де 12 сантиметр квадрат шығады. Ленталардың ені 3 сантиметрден көзіміз біздің квадрат болу керек. Лентамыз қанша сантиметр болса, көзіміз содан 1 сантиметрге үлкен болады. Енді біз последний лентаны тігеміз. Так, 32 минутқа кетіп баратыр екен. Сетіп тігіп алайын. Жарты сағаттан асып баратыр еді. Сақтауға қиындау болып қалады. Эфир жарты сағаттан асып кетсе мінекей. Енді соңғымызды жабамыз. Қарап отырсақ, бізде көз болған матаның түсі, көз болған түс бар емес, ана түс көбірек болады біздің құрағымыздың ішінде. Екі цвет бір-бірін жақсы ашып тұр, үйлесіп тұр. Енді жауып шығамыз шетінен. Темный қоңыр кирпичный цветінің шамалы лентасы жалпақты. Оны побольше алып өткен дұрыс. Мінекей. 4 түрлі құрағымыз дайын болды біздің. Міне ровно 12 сантиметр екен. 12-де 12 ровно шықты. Жан-жағын кесіп сағанда ровно 12-де 12 шығайын деп тұр. Тіккен тігістеріңіздің үстін қимай қойыңыздар. Қиып жібермеңіздер, ашылып кетеді. Міне құрақ. Міне. Бұл бізде күрделі құрақ деп айтты алдындар затырсызда дазы. Апамыз аттап отырып тігетін. Мына жерге басқа цвет, мына жерге басқа цвет, мына жерге басқа цвет қылып жіберуге болады. Қазір көрсете кетейін. Сонда құрағымыз вообще өзгеше болып шығады, мынандай болып ше, міне. Дәл осы жолмен тігілген, мынандай болып тігілген бірақ. Көрдіңіздер ғой, иә? Көз болған цвет последний жабат блокты. Міне. Енді осы 4 блогымыз дайын. Оюымызды аламыз. Оюымыздың бір жағында негізі 3 блок жатады біздің. Сіздерге сразу көрсете кетейін. Оюды алып.
мінекей мына жерге біреу, мынаны удалить ете салайын. Мына жерде біреу, мына жерге мынаны қояйық. Бірі, екі. Мына жерде бізде үшінші ортада бізде осындай узорлар кетті, разноцветный бола береді. Осындай узор кетті, тоже 12 сантиметр. Ұзындығы да, ені де 12 сантиметр квадрат. Міне, біздің құрағымыздың бір жағы шықты уже. Сіздерге түсінікті болды ма? Лайк басып жіберейік, мен түсінікті болғанын біліп отырайын. Міне. Сонда біз уже оюымыздың бір жағы дайын. Мына біздің жаңағы бұрыш салып тіккеніміз қайда кетіп қалды? Мынандай жаңа қоңырмай етіп осындай болып тігілген бағанағы бұрыш салып тігілгеніміз бізде дәл осы центрда тұрады. Бұл өзі оюдың жанына түспейді негізі. Осылай центрларда тұрады, каждый нені қосылып тұратын, қосыныс жерінде тұрады. Бұл оюдың жанына түспейді. Сонда бізге құрақтың 8 емес 9 түрі керек. Бұлайынан 2-2 құрақтан каждый жерге 8 түрлі кетеді. Оюдың 4 жағына 2-2 құрақтан кетеді. Мына жағына 2 құрақ, мына жағына 2, мына жағына 2, мына жағына 4 сонда. Сосын дәл центрға кететін осындай бұрышы бар. Ол өзінше бөлек тұратын нәрсе. Осылай ертең құрастырған кезде тағы да түсінесіздер. Және осындай узор қоссаңыздар болады. Узорлар бір-біреуден кетеді. Оюдың 4 жағына осындай 4 узор және 2 құрақтан 8 құрақ кетеді. Міне. Так, жаңағы. Енді көрінеді. Осылай біздің оюымыздың жан-жағы осылай жабылады. Мына жерлеріне ою түседі, оны ертеңгі сабақта өтеміз. Құрастыратын кезінде ол жерлері уже бара-бара түсінікті бола бастайды. Ертең енді мынандай узорларды қолмен қию қиындау болады. Бұл кішкентай өте 10 сантиметр ғана ішінше. Қиям десеңіздер де болады. Вышивка машинкаларыңыз бар адамдар вышивкамен де жасауға болады. Вышивкамен сурет салып алуға болады. Жаңа арқар ненің салып шығарып жатыр ғой. Мен олардан көшірмейін деп, ерекшелеу болсын деп осындай сырға сияқтанды, тұмар сияқты түрлерін жасадым. Күн сияқты қылып. Бұндай узорлар салмасаңыздар, орнына құрақ жіберсеңіздер де болады. Құрақ ол кезде уже бізде каждый оюдың шетіне 3 құрақтан бізде 12 құрақ кетеді. Жаңа бізге 8 түрлі құрақ кететін болса, если 3 қатар осылайынан құрақ түсетін болса, онда біздің құрақтарымыздың саны көбейетін болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен біздің құрақ құрау сабағымыз бітті. Енді ертең мына узорды көрсетейін, сосын мына шеттегі оюды неше размер неше қылып алатынын соны бір тігіп көрсетіп жіберейін, а то сіздер ертең тағы түсінбей қаларсыздар. Дәл кешегідей техникамен тігіледі ою, бұл шеттегі оюда дәл солай поролоны солайынан артығымен жаңағы қиылады, ою дәл солай қиылады. Просто бұл жерде 3-1 болып түседі біздің оюымыз. Соны көрсете кетейін. Содан кейінгі күні біз бір күн демалып осыларды тігіп аламын. Мен барлығын мына жерде мен жаңа бір жағына ғана жасап құрақтарды дайындадым. Енді барлығыныкін полный бір комплект, бір көрпенікін дайындап алам. Содан кейін сборка жасаймыз бір көрпені полностью тігу үшін. Сол үшін бір күн арада перерыв болуы мүмкін. Алдыңғы мастер-класста да солай болды. Бірақ ол телеграмға видео жіберілгенде по порядку жіберіліп отырады оның бәрі. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қарапайым тілде түсін бар дегем, солайынан тіктім. Енді эфир сет құрып кетпей бірдеңе болмай тұрған кезінде мен эфирді сақтап алайын. Сосын кешегідей түнде телеграмға жіберіліп